1940 жылдың 2 қазанында қуатты жүйе, білікті жұмысшы кадрларды даярлау жүйесі қалыптасты. Осы жылдар ішінде кәсіптік техникалық оқу орындары қабырғасынан 100 мың маман даярланды. Маңғыстаудың кәсіптік техникалық білімі өңір үшін өте көп еңбек етті. Бұл еңбегі баға жетпес. 80 жыл, ұзақ мерзім. Осы кезеңде қанша оқиға болды. Бір нәрсе ұмытылып кетсе, көп нәрсе жадымызда қалды және тарихқа айналды. Маңғыстау облысында ең алғаш ашылған кәсіптік техникалық оқу орнына қазіргі Маңғыстау политехникалық колледжі жатады. Ол алғашында 1941 жылы Ембі-нефт бірлестігі мен сол кездегі Петровский атындағы зауыт базасында номері 9-шы Гурьев ремеслендік училищесі болып ашылды. Училище 1961 жылы Маңғыстау түбегіндегі Баутин поселкесіне көшірілді. 1972 жылы Гурьев облысындағы кәсіптік техникалық училищесі мен Форт-Шевченко қаласындағы номері 54-ші училищесі бірігіп, Шевченко қаласындағы 3Б шағын ауданына номері 11-ші қалалық типтік училищесі болып көшірілді. Колледж түлектері Ақтау қаласы әкімінің орынбасары Гусман Сирик Гимранович, Қазақстан Маңғыстау облыстық филиалының директоры Бекзат Жүсіп Бақбергенұлы, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Ниязымбетов Әділбек Сәбитұлын мақтан тұтады. Номер 5-ші кәсіптік мектеп, қазіргі Маңғыстау техникалық колледжі, 1958 жылы Маңғыстау ауданының шаруашылықтарына маман механизатор кадрларын даярлап беру үшін номері 82-ші ауыл шаруашылығын механикаландыру училищесі болып ашылған. Колледж түлегі Мұсабаев Самат Базарбайұлы номері 5-ші кәсіптік техникалық училищеде құрылысшы мамандығы бойынша оқыған. Қазіргі таңда корпорация Каспий строй сервис директоры, облыстық мәслихат депутаты. 2007 жылдан осы уақытқа дейін Маңғыстау құрылыс қоғамдық бірлестігін басқарып келеді. Облыстық дзюдо федерациясының президенті. Номері 3-ші кәсіптік мектеп, қазіргі Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжі, 1967 жылдың мамыр айында КСРО министрлер кеңесінің бұйрығымен Ералиев ауданында номері 162-ші қалалық кәсіптік техникалық училищесі болып ашылған. Жаңаөзен қаласындағы қалалық кәсіптік техникалық училище түлегі ардагер ұстаз Айтбаева Хания Исебаевна қазіргі таңда колледжде өндірістік оқыту шебері. 70-ші жылдары біздің қала заманауи бола бастады. Сондықтан жас білікті жұмысшыларды даярлау сапасын арттыру қажеттілігі туындады. Бұл жас мамандарды даярлауды жаңа оқу жоспарлары бойынша электротехника, радиоэлектроника, материалдарға төзімділік, эстетикалық тәрбие, әлеуметтік зерттеулер, арнайы технологиялар және құрылыс сызбалары және басқалар сияқты пәндерді оқып үйрену керек дегенді білдіреді. Сол жылдары өңірімізде Маңғыстау энергетикалық колледжі құрылды. Колледж түлектері Тарбанов Максат Онгарович, қазіргі кезде Казазот бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары, бас инженер, Тюлеген Владимир Хайратдинович, қазіргі кезде Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты ақпараттық қауіпсіздік бөлімінің бастығы. 1976 жылы Гурьев медициналық училищесінің Шевченко филиалы, қазіргі Мейірбике колледжі ашылды. Колледж түлектері Өтегенова Айшахан Сыйыққызы, қазіргі таңда Мейірбике колледжінде оқытушы, Смағұлова Айнагүл Маратқызы, Жарқын реабилитация орталығында бас Мейірбике болып қызмет атқарады. Маңғыстау гуманитарлық колледжі 1983 жылы Маңшылақ педагогикалық училищесі болып ашылады. 1991 жылы Маңғыстау педагогикалық колледжі, ал 1997 жылдан бастап Маңғыстау гуманитарлық колледжі мәртебесін алды. Маңшылақ педагогикалық училищесінің алғашқы түлектерінің бірі Нұрмұхаметова Раушан Амирхановна, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі мен еңбек ардагері медалінің иегері. Колледжінің мектепке дейінгі тәрбие бөлімі бойынша тәрбиеші мамандығын алған Балмағамбетова Тыныштық Қалниязқызы, номері 32-ші Ақшағала бөбекжайының директоры қызметін абыроймен атқарып келеді. Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі 1985 жылы Атырау политехникалық техникумының Жаңаөзен қаласындағы филиалы болып ашылып, 1991 жылы Жаңаөзен мұнай техникумы, ал 1995 жылдан бастап Жаңаөзен мұнай және газ колледжі мәртебесімен қызмет жасап келеді. Кейінгі кезде оқытатын мамандықтардың өзгеруіне байланысты колледж аты да өзгерді. Колледж түлектері Жаңаөзен қаласының әкімі Ибағаров Мақсат Оңғарбайұлы, Каспий әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы
корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма бастығы Меңдібаев Абзал Меңдібайұлымен мақтана алады. Маңғыстау облыстық медициналық колледжі 1985 жылы Маңғыстау облыстық медицина училищесі болып ашылды. 1996 жылдан бері Маңғыстау облыстық медицина колледжі болып қызмет жасап келеді. Колледж түлектері Жапарова Раушан Өтелгенқызы, қазіргі таңда Жаңаөзен қалалық орталық ауруханасы директорының орынбасары, Тілеуова Несіп Қуанышқызы, Ақтау қаласында Эталон Мед бактериологиялық клиникалық диагностикалық зертханасы, дәрігер бактериолог Ардабекова Жеміс Дүйсенқызы, медицина ғылымының кандидаты, Small Planet Clinic құрылтайшысы, стоматологиялық бизнес компаниясында іскер әйелдер тобының директоры болып қызмет атқарады. Номер 1 кәсіптік лицей, қазіргі Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжі 1986 жылы Шевченко пластикалық зауытында кадрлар даярлау мақсатында номер 6 кәсіптік техникалық училищесі болып ашылды. 1996 жылы номер 6 кәсіптік лицей, соңынан номер 1 кәсіптік лицей, кейіннен колледж мәртебесіне ие болды. Колледж түлегі Ерғазиев Хабит Амангелдіұлы, Қазақ Телеком, жергілікті желілерге техникалық қызмет көрсету орталығы бастығының орынбасары, ГПТУ 018, қазіргі мамандандырылған кәсіптік колледж 1991 жылы ашылды. Маңғыстау өнер колледжі министрлер кабинетінің қаулысымен 1993 жылдың қыркүйек айында Маңғыстау өнер училищесі болып ашылады. Соңынан оған Маңғыстау өнер колледжі статусы берілді. Ақтау қаласындағы медицина колледжі Меридиан медициналық колледжі деген атпен 1994 жылы медико-санитарлық орталықтың базасында ашылды. Содан кейінгі даму деңгейі төмендегідей болды. 1996 жылы шетел тілдер колледжі, 1997 жылы 3 оқу орны, Ақтау есептік технологиялар, Каспий өңірі болашақ және Қайнар колледждері. 2004 жылы 2 оқу орны, Лингва және Бейнеу политехникалық колледжі. 2005 жылы 3 оқу орны, Жаңаөзен политехникалық колледжі, Бейнеу гуманитарлық экономикалық колледжі, Қарақия кәсіптік колледжі. 2006 жылы Тынышбаев атындағы Қазақ көлік коммуникация академиясының Ақтау көлік колледжі. 2008 жылы Каспий педагогикалық және салалық технологиялар колледжі. 2009 жылы Маңғыстау туризм колледжі. 2015 жылы Маңғыстау жоғары келешек колледжі. 2016 жылы Түпқараған гуманитарлық техникалық колледжі. 2018 жылы Есенов колледжі. Бүгінгі таңда облысымызда 27 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызмет істейді. Техникалық және кәсіптік білім берудің мерейтойы бұл тарихи кезең ғана емес, ол артқа қарап өткен жолды еске түсіруге, колледж ғимаратында парасатты, мейірімді және елеулі үлес қосқандарды жақсы сөзбен еске алуға мүмкіндік береді. Бұлар құрметті педагогикалық еңбек ардагерлері. Бұл біздің педагогикалық қоғамдастықтың алтын қоры. Еліміздің өндіріс орындары мен халық шаруашылығының барлық салалары үшін кәсіптік мамандар даярлауға қомақты үлестерін қосқан асыл азаматтар, ардагер ұстаздар, білікті мамандардың өмір деректеріне көз жіберсек, өздерінің қамшының сабындай азғантай ғұмырларында азамат деген ұлы атқа лайық өмір сүргендерін көруге болады. Иә, училищенің, ал қазір колледждің директоры болу кез келген уақытта оңай болған жоқ. 80 жыл ішінде колледж жерде көптеген басшылар ауысты. Олардың барлығы өз күштерін, ақыл-ойын, күш-қуатын және махаббатын туған оқу орнына берді. Біз олардың есімдерін қуанышпен және мақтанышпен айта аламыз. Қазақстанның техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың стратегиялық мақсаты оны қоғамның және экономиканың индустриялық инновациялық дамуының, әлемдік білім беру кеңістігіне кірігудің сұраныстарына сәйкес жаңғырту болып табылады. Техникалық және кәсіптік білім беруді жаңғырту бұл халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескере отырып, жаңа технологиялық тұрғыдағы кадрларды даярлаудағы жаңа қадам. Еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып, соңғы жылдары оқыту технологиялары да жаңғыртылды. Бұл оқытудың дәстүрлі, дуалды, кредиттік және модульдік технологиялары. Қазіргі жағдайда экономика салаларын кадрлармен қамтамасыз етуде техникалық және кәсіптік білім берудің рөлі қаншалықты маңызды екенін түсіну өсіп келеді. Сондықтан бұрын кәсіби техникалық шеберлік конкурстары және мамандығы бойынша үздік маман байқаулары өткізіліп келді. Экономикадағы технологиялық өзгерістердің әсерінен жұмыс күшінің дағдылары мен құзыретіне жаңа талаптар қойылады. Осы мақсатта WorldSkills қозғалысы құрылды.